Саламатсыздар ма? Гендерлік лингвистика пәні бойынша келесі дәріс сабағымызды жалғастыратын боламыз. Бүгінгі дәріс сабағы бірінші модуль гендерлік лингвистиканың қалыптасуы мен дамуы бойынша гендерлік лингвистиканың даму бағыттарын қарастыратын боламыз. Гендерлік лингвистиканың даму бағыттарына сәйкес қарастырылатын негізгі бүгін үлкен мәселе бұл шетелдік гендерлік лингвистикалық зерттеулердің негізгі бағыттары. Жалпы батыста кең қанат жайған гендерлік зерттеулердің әсерімен тіл білімінің гендерология саласы қалыптасып дамыды. Бұл кезеңдердегі гендерлік тілдік зерттеулерді екі мәселе төңірегінде топтастырамыз. Біріншісі жыныстың тілдегі көрінісі, және екіншісі ер мен әйелдің сөз саптауындағы гендерлік тілдік ерекшеліктері. Ресей тіл ғылымында гендерлік зерттеулердің бір тобы дәстүрлік бағытта, ал екінші бір тобы Мишель Фуконың билік теориясы, Жак Дерриданың бейқұрылымдау идеясы, Ирвин Гофманның гендеризм тұжырымдамасын негізге алған болатын еді. Жалпы гендерлік зерттеулер кеңес заманында феминизм идеяларынан қашық болды. Жыныс тілде тек грамматикалық род тек категориясы ретінде ғана танылды. Көбінесе морфология, грамматика, лексикология аясында қарастырып келді. Шетелдік гендерлік лингвистикалық зерттеулердің үлкен бір тобы орыс тіл біліміндегі зерттеулермен байланыстырылып отыр. Соның ішінде орыс тіл білімінде гендерге дейінгі зерттеулерді психолингвистикалық және әлеуметтік лингвистикалық зерттеулерде бағыттайтын болсақ, бұл кезеңде әйелдер мен елдерге тән ауызша және жазбаша мәтіндердің ерекшеліктері, сөйлеушінің жас-жыныс айырмашылығының тілдік қарым-қатынасқа ықпалы және ассоциативтік тәжірибе жүргізу кезіндегі жыныс факторының рөлі қарастырылған болатын еді. Ал екінші бағыт бұл әйел мен ер аталымдарына байланысты жүргізілген тек, яғни род категориясына мәселесіне қатысты зерттеулер. Кеңестік және одан кейінгі ресейлік гендерлік тіл білімінің айрықша белгілері ретінде ер мен әйел сөйлеу тілін зерттеуге бағыттаған тәжірибелерді, эксперименттерді атап айтуға болады. Соның ішінде ғалымдар Мәскеу зиялыларының отбасында түрлі тәжірибелік зерттеулер жүргізіп, алғашқы гендерге дейінгі зерттеулерді бойынша өз тәжірибелерін ұсынды. Мұндай тәжірибелерде тілдесім кезінде әйелдер әңгіме тақырыбын жиі өзгертіп, сөйлеушімен арадағы қарым-қатынасты үзбей жалғастырып отыратындығы атап көрсетілді. Және ерлер жаңа тақырыпқа тез арада бейімделіп, көбінесе енжарлық білдіреді, бейімделіп кете бермейді, өзіне қатысты әңгімеге назар салмайды деп беріледі. Ал әңгіме барысында әйелдер өзінің немесе айналасындағыларының өмір тәжірибесінен жиі мысалдар келтіреді. Ал ер адамдар болса өзінің мамандығы, жұмысы жайында көп сөз қозғайды. Соған сәйкес ер адамдардың тілінде терминдік сөздер басым деген дәлелдер келтірген болатын еді. Әйел тілінде де, ер тілінде де экспрессивтік сөздер қатары мол, стилистикалық жағынан алғанда әйелдерде әсірелеу, бағалауыштық басым болса, ерлерде қарсылық білдіру, дөрекі мәндегі сөздер орын алған. Ер мен әйел тілінің ассоциативтік өрісі түрлі суреттеулермен байланыстырылады. Соның ішінде спорт, аңшылық, кәсіби, әскери сала, ал әйелдер үшін айнала қоршаған орта, табиғат, жан-жануарлар деп көрсетеді. Әрине, мұндай айырмашылықтарды әйел мен ерлер арасында өткел бермес шекара емес, қолданыстағы үрдіс деп түсіндіреді ғалымдар. Келесі бір топ зерттеулер Ресей тіл білімінде бұл криминалистік сараптауларға байланысты жүргізілген болатын еді. Солардың ішінде ғалымдар Вул, Горошко, Гоман зерттеулерінде осы кеңестік замандағы криминалистік сараптауларға қатысты материалдар жинақтау барысында әйел мен ер тіліндегі белгілерді, сәйкестік белгілерді анықтап, олардың диагностикасын жасауды көздеген мақсаттарда ер мен әйел тіліне тән ерекшеліктерді айқындап көрсеткен болатын еді. Ал кейін Елена Горошко арнайы тәжірибелер жүргізіп, 8 жыл көлемінде 2000 адам қатысқан 11 түрлі тәжірибе жасау барысында ғалымдар өзінің зерттеулеріне сәйкестендірілген қатысушылардың, яғни респонденттердің әлеуметтік, мәдени, символдық компоненттердің қай тұста анықталатындығын көрсеткен болатын еді. Сондықтан әртүрлі зерттеуден алынған мәліметтердің қарама-қайшылығы жалпы зерттеу әдістерін жетілдіруді талап етеді. Біріншіден, адамдардың үлкен тобын құрайтын ірі жобаларды іске асыру керек. Екіншіден, ер мен әйелдің сөйлеу әрекетіне себепші факторлар, әсіресе жасы, білім деңгейі, әлеуметтік мәртебесі, қарым-қатынас жағдайлары ескерілу қажет деген пікір түйіндейді.
Зерттеушілердің ендігі бір тобы әйел мен ер аталымдарын, олардың жазалу жолдарын, шығу тарихын тек род категориясымен қарастырған. Тілдегі жыныстық айырмаға байланысы Бронкаузеннің, Шайхмакеннің әйел аталымдарын зерттеген Янко Треницкая, Китай Городская зерттеулерін айтуға болады. 20 ғасырдың 90 жылдарынан бастап бұндай зерттеулер Ресей мен Украинада арнайы зерттеле бастады. Алғашқы кезеңдерде ғалымдар гендердің жалпы әдіснамалық онтологиялық мәселелерін қарастыратын болса, бұл гендерге дейінгі жүргізілген зерттеулер жүйеленіп берілген болатын еді. Гендер лингвистика ғылымының қалыптасуы мен даму кезеңдерін жүйелеп, саралап, ғылыми тұрғыдан дәлелдеп берген ғалымдардың бірі Алла Владимировна Кириллина болатын еді. Алла Владимировна жыныс онтологиясы, жыныс түсінігінің философиялық негіздері мәселесін, орыс тілінің атауыштық жүйесіндегі гендерлік таптаурындарды неміс тілі материалдарымен салыстырып отырып талдау жасаған ғалымдардың бірі. Келесі зерттеулердің бір тобы бұл алдында біз айтып өткеніміздей тек категориясымен байланысты, яғни грамматикалық род категориясымен. Осындай тек категориясының прагматикасы мен семантикасы жөнінде көптеген диссертациялық жұмыстар жазылып, психолингвистикалық зерттеулер жүргізілген болатын. Сонымен қатар келесі бір топ зерттеулер бұл Европа тілдерімен салғастыра зерттейтін еңбектер болды. Соның ішінде ағылшын тілімен, француз тілімен салыстыру мәселелері осы салыстырмалы зерттеулерде басты нысанаға алынды. Сонымен қатар жыныстық жіктелімнің прагматикалық, құрылымдық, эмотивтік сипаттарын түсіндірген Гончаренко еңбегінде де көп зерттеле қоймаған аударма мәселесі де гендерлік қырынан талданған болатын. Ал әлеуметтік психолингвистикалық бағыттағы гендерлік зерттеулердің қатары кейін ассоциативтік талдауларымен толығып жаңарып отырды. Енді бұндай ассоциативтік зерттеулердің басым көпшілігі орыс неміс тілдері материалдары бойынша, орыс испан тілдері материалдары бойынша және орыс қазақ, орыс татар тілдері материалдары бойынша жүргізілді. Келесі үлкен топ зерттеулер бұл лингво-мәдениет танымдық бағыттағы фемининдік және маскулиндік таптаурындардың тілдік көрінісін зерттеген зерттеулер. Бұл әсіресе Кириллина, Коновалова, Городникова еңбектерінде берілген. Еркектік, әйелдік категориялары Телия еңбектерінде, гендерлік метафора Гриценко еңбектерінде, оның әйелдің гендерлік метафоралардың қолданысы еркектік немесе әйелдік мағынасының жынысқа қатысты заттар мен құбылыстарға ауыстырылып қолданылуын зерттеп, ашып көрсеткен болатын еді. Және осы саладағы үлкен зерттеу жүргізген мектеп бұл Мәскеу мемлекеттік лингвистикалық университетінің ғалымдары жүргізген зерттеулер болатын. Бұл ғалымдар тарапынан гендерлік таптаурындар мен асимметриялардың әлеуметтік қатынастардың андроөзектілікке қатыстылығы мәселесіне ерекше назар аударылған болатын. Ғалымдардың бірі Телия монографиясында үлкен фразеологизмге қатысты зерттеуінде үлкен бір тарауы әйел концептісін зерттеуге арналған болатын. Сонымен қатар ауызекі сөйлеу тілінде қолданылатын дөрекі балағат сөздерді гендерлік қырынан зерттеуде назардан тыс қалмады. Лингво-мәдениет танымдық бағыттағы зерттеулерді негізгі ерекшелерінетін гендердің ментальдік және этномәдени қырынан қарастырылуы болатын. Сонымен қатар орыс тілі мен мәдениеті материалдары негізінде тіл ғылымында маскулиндік зерттеулерді, қоғамда қалыптасқан ер адамдық нормаларды ажыратып, ерге тән тілдік белгілердің ерекшеліктерін айқындап, ер жынысының әлеуметтік құрылымдануын зерттеген еңбектер де біздің ғылыми зерттеулердің қорына қосылған болатын. Келесі үлкен ізденіс зерттеулер бұл коммуникативтік дискурстық аядағы ізденістер болды. Бұл ізденістердің басым көпшілігі бұқаралық ақпарат құралдары материалдары негізінде зерттелді. Саяси дискурс гендерлік қырынан талданды. Гендер лингвистиканың ұғымдық аппараты жаңа ғылыми пән ретіндегі теориялық лексикографиялық зерттеулерде жүргізілді. Солардың ішінде атап өтетіндігі 2002 жылы жарық көрген үлкен гендерлік терминдер сөздігі болатын, словарь гендерлік термині. Соңғы жылдары жарияланып жатқан еңбектердің де
мол тасқыны, конференция, семинар, ғылыми форумдар, солардың ішінде атап өтетін болсақ, гендер, тіл, мәдениет, коммуникация деп аталатын жылдама-жыл өткізіліп отыратын халықаралық конференциялар, арнайы ғылыми бөлімшелердің ашылуы, Ресей тіл ғылымында аз уақыттың ішінде өзіндік дәстүр бар тіл мен қарым-қатынасты гендерлік қырынан зерттеуге мақсат еткен ғылыми бағыт лингвистика, гендерология немесе гендер лингвистиканың қалыптасуына үлкен мүмкіндік туғызды. Міне сөзімізді қорытындылай келген кезде қазіргі уақыттағы орыс тіл біліміндегі гендерлік зерттеулерді бір-біріне байланысты үш бағытта көрініс беретіндігін атап өтеміз. Ол әлеуметтік психолингвистикалық бағыт, екіншісі коммуникативтік дискурстық бағыт және лингво мәдениеттанымдық бағытта зерттеліп жатқан белгіленген зерттеулер. Сөзіміздің соңында қорытындыда бекіту сұрақтары мен әдебиеттер тізімін ұсынамыз. Әдеттегідей бекіту сұрақтары бүгінгі қарастырылған мәселенің төңірегінде топтастырылған әдебиеттер тізімі сол бүгінгі негізгі шетелдік гендерлік лингвистикалық зерттеулерге негізделген талданған ғалымдардың еңбектері ұсынылған. Тыңдағандарыңызға рахмет.